Қазақ өнерінің қарлығаштары Қалибек Қуанышбаев, Елубай Өмірзақов, Серке Қожамқұлов, Шәкен Айманов. Хадиша Бүкеева, Бекен Римова, Сабира Майханова, Шолпан Жандарбекова, Хабиба Елебековалардың есімдерін көзқарақты көрермен жақсы біледі. Қазақ театр өнерінің дамуына өлшеусіз үлес қосқан осынау жандардан кейін күні бүгінге дейін театрда актерлердің 4 буыны өнер көрсетіпті. Театр жайындағы әңгімемізді Алматы студиясынан жалғастырсақ деп отырмыз. Ендеше алматылық әріптестерімізге эфир тізгінін береміз. Қайырлы таң, Маржан. Рахмет, таң нұрлы болсын. Дәл осы күні, яғни 1926 жылы 13 қаңтарда Мұхтар Әуезовтің еңлік кебек пьесасымен және халық өнерпаздары қатысқан үлкен концертпен тұңғыш рет театр шымылдығы ашылды. Биыл театрға 88 жыл толып отыр. Осы атаулы күнге орай Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театры директорының орынбасары, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Қазақстан жастар одағы сыйлығының лауреаты Ерлан Біләл студияда қонақта. Қайырлы таң, қош келдіңіз. Театр күні құтты болсын. Алдағы уақытта еліміздің бас театрынан қандай қойылымдарды көре аламыз? Алдымызда осы жылдың ағымына, осы маусымның аяқталуына дейін тағы бір қойылым қойылу керек. Ол қазіргі осы қаңтардың 15-нен ары қаратай басталайын деп жатқан Шекспирдің Отеллосы. Оны қоятын Ресейден келген Надежда Птушкина деген режиссер. Сол жерден де Отеллоның рөлін алып жатырмын. Басты рөлді. Иә, басты рөлді. Бір құрамда ғана жұмыс істелетін болады. Өйткені бұл спектакль үлкен бір белеске жетуге, үлкен бір биіктен көрінуге тиісті. Өйткені алдымызда шетелде болатын фестивальға арналып қойылып жатыр. Ерлан мырза, енді шығармашылығыңызға келсек, басшылық қызметіңіз өнерге кедергі етіп жүрген жоқ па? Енді қалай десек болады, жеңіл еш нәрсе жоқ менің түсінігімде. Тек қана актер болып қана жүрмей, мен енді бүгін жаңа директордың орынбасары қызметін атқарып жатсам, оған қоса Темірбек Жүргенов атындағы ұлттық өнер академиясында курсым бар, сабақ беремін. Ол да жеңілге соғатын нәрсе емес. Әр студенттің көңілін табу, әр студенттің жаңағы жеке адами қалыптасуына, актерлық қалыптасуына, оған жаңағы жүрегіне жол таба білу, оларды тәлім мен тәрбиеге бағындыру деген сияқты нәрселер, ол жеңілден болмайтын нәрсе. Актерлық жұмыс өзінше қиын нәрсе. Сондықтан енді ер жігіт қашанда жеңіл нәрсеге ұмтылмау керек деп ойлаймын. Қазір алып жүрмесек, қазір қабілетіміз бар кезде, күшіміз бар кезде соның бәрін алып жүрмесек, онда енді қашан істейміз, оны кім істейді? Егер мен ойбаймен тек қана актер болып жүреді екем, тек қана мен жаңа сабағымды беріп қана жүре берейін, не болмаса өзімді сақтап жүретін не үшін сақтаймын, мен ондай нәрсені түсінбеймін. Кейде шаршайсыз да, кейде оған жаңағы шіркін осы мүмкін осы жұмыс қоя салу керек пе екен деген сияқты. Ондай да кездер бола ма? Адам болғаннан пенде болғаннан кейін болады, шаршайсың, бірақ жігерлену керек. Кинода да бірқатар рөлдерді сомдап жүрсіз. Кино мен театр актерінің бір-бірінен айырмашылығы қандай? Театрда тірідей отырып адамды көз алдыңда жан дүниесін, оның қайғырғанын, қуанғанын, ғашық болғанын көз алдында отырып тірідей көруге болады. Кинода да енді кинода оның өзі бөлек өмір. Бір түсірілімді мысалы сол бір мезетте бірнеше дубльмен қайталап түсіруге болады. Театрда дубль жасай алмайсыз. Театрда мүлт кетуге, театрда көрерменнің алдында қате кетуге хақыңыз жоқ. Бұл жерде дубль жасалмайды. Киноны соның қасында мен бір жеп-жеңіл нәрсе деп айтпаймын, оның өз қиыншылығы бар. Техникамен жұмыс істеп, камераның алдында, камераны сезіну, соған жаңағы өзіңіздің әп дегенде бір жаңағы бірнеше дубль жасамайық, бірнеше дубль жасағанның өзінде де сол жаңағы алдындағы жасаған мезетіңізді, көңіл күйіңізді, сол кездегі сіздің санаңызда болып тұрған көз жанарыңыздағы жан дүниеңізді қайта сол қалпында, содан асып түспесе кем түспейтіндей қайта-қайта жасау керек. Ол да қиын нәрсе. Енді театр сахнасы сонда біздің тілмен айтқанда тікелей эфир ғой. Құлаш-құлаш текст айтқан кезде бір сүрінетін кездеріңіз бола ма? Ондайда не істейсіздер? Болады. Бір күні Қарагөз спектакль жүріп жатыр. Сонда жаңағы мен Асанды ойнаймын. Бұрынғы Әзербайжан Мәмбетов ағамыз қойған Қарагөзде мен сырымды ойнағам. Кейінгі Болат Атабаевтың қойған Қарагөзінде ол жерде жаңағы
Наршаның қасында жүретін Асан деген ақын жігіт. Сол ән айтады әрдайым. Ал бастаңдар, ойын сауықтарын бастаңдар дегенде әрдайым әнді бастайтын сол Асан. Сосын жаңағы ал ойын думандарыңды бастаңдар деген кезде жаңағы айтайын десем, ән жоқ ойымда. Қандай ән айту керек? Тіпті мүлдем не сөзі, не әуені, еш нәрсесі миымда жоқ. Содан жан таппай, бұл бір қас қағым сәт. Сонда қарасаңыз бәрін көріп үлгересіз айналадағы. Қарасам жаңадан бізге жастар келген театрға, олар білмейді ана әнді. Бұрын әнді білетін, қасымдағы жүретін адамдар болатын, солар қарасам ешқайсысы жоқ. Соған жан таласып іздеген кезде жаңағы қарасам бізде Зәуре деген қыз актриса. Өзі әнді жақсы айтады. Театрымыздың бір сүйкімді актрисаларының бірі. Сол әнді керемет айтады. Сол ән әрдайым бірге айтып сөйтіп жүретінбіз сахнада. Соны іздедім ғой жаңағы жерде. Зырылдатып қараған кезде сахнадағы адамдардың бәрін көріп үлгереді екенсіз. Бір қас қағым сәтте бәрін көріп үлгеріп, сол іздеп Зәурен қарасам мына жағында отыр екен, Зәуре жаңағы әнді басты қараған кезде ол менің көзімнен түсінді. Бұл мына партнерлық деген, бірін-бірі түсіну деген сахнада өте бір маңызды нәрсе. Ал енді егер ол түсінбей қалып менің көзіме бүйтіп қарап тұратын болса, сол жерде ән де жоқ, спектакль ортасы ойылып түседі жаңағы жерде. Өте бір қауіпті сәт болды. Сонда қарап едім, Зәуре менің көзімнен түсінді, әнді бастап алып кетті. Әнді бастағаннан кейін мен есіме түсіп, жаңа жерде әнді ары қарата өзімді жалғастырып алып кеттім. Сондай бір енді жаныңызды тура бір шүпірекке жаңағы түйгендей дейді ғой. Сондай бір қас қағым сәтте сондай бір қиын нәрсе басына шыққаннан кейін күліп жатырмыз бір жағынан қиын жағдай. Сонда жаңа серіктесіміздің аяқ астынан үйде тауып кетіп, түсініп әнді бастап сөйтіп ары қарата спектакльді жүргізіп алып. Сондықтан үнемі жинақы болу керек дейсіз. Жинақы болу керек. Алтын уақытыңызды бөліп келгеніңізге көп рахмет. Басыңызға амандық, деніңізге саулық тілейміз. Құрметті көрермендер, студияда қонақта болған Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театры директорының орынбасары, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Қазақстан жастар одағы сыйлығының лауреаты Ерлан Біләл. Ал мен сөз кезегін Астанадағы әріптестеріме беремін. Ұлттық арнамен бірге болыңыздар. Рахмет, Маржан.